Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай тауық етінен жасалған сорпаны жасайтын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, салқын суымызды құйып, тауық етін дәл осылай бір қайнатып алатын боламыз. Тауық еті қайнап шығамын дегенше қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен картоптарымызды видеода көрсетілгендей дайындап алатын боламыз. Және де сәбіздерімізді де дәл осылай картопты кескендей кесіп шығуға болады. Мен бірақ балаларым ұнатпайтын болғандықтан картопты теркадан өткізуді жөн көрдім. Пияздарымызды бүтіндей салатын боламыз. Қызанақтарымызды кубиктеп шығатын боламыз. Қазанымыз осылай қайнап шыққаннан соң көбіктерін алатын боламыз. Тауық сорпасы көбінде жаңағы барлық адамдарға пайдалы болып келеді. Көбінде жаңағы жасы келген кісілерге, және де кішкентай балаларға, және де ота жасатқан кісілерге өте пайдалы болып келеді. Жалпы отбасыңызға жиі жасап тұратын сорпа есебінде табылады. Жасалу жолы да өте оңай, және де дәмі де өте керемет болып шығады. Арнама жаңадан қосылған жандар болса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Дәмі де, түсі де өте керемет болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.